Suga туралы 10 дерек. Min Yoon-gi 1993 жылдың 9 наурызында дүниеге келді. Suga ретінде көбірек танымал. Оңтүстік кореялық рэпер, композитор және дыбыс продюсері. Big Hit Entertainment астында ол 2013 жылы оңтүстік кореялық BTS балалар тобының мүшесі ретінде дебют жасады. Оның алғашқы соло микстейпі August D 2016 жылы шығарылды және 2018 жылы цифрлық жүктеу және ағындық платформаларға қайта шығарылды. Billboard's World Albums Chart'те 3-ші орынға жетті. 2020 жылы ол өзінің екінші жеке микстейпін шығарды, D2. Ол ақш-тың Billboard 200 тізімінде 11-ші орынға, Ұлыбританияның альбомдар кестесінде 7-ші орынға және Австралияның ARIA альбом диаграммасында 2-ші орынға көтерілді. Suga өзінің алғашқы жеке альбомы D-Day'ді 2023 жылы шығарды. Ол ақш-тың Billboard 200 тізімінде 2-ші орынға шығып, оны BTS тобының серіктесі Jiminмен бірге барлық уақыттағы ең жоғары хит-парадқа ие болған оңтүстік Кореяның соло артистері ретінде қосты. Кореялық музыкалық авторлық құқықтар қауымдастықтарының толық мүшесі, Suga 150-ден астам әнге ән жазған және продюсерлік несие алған. Оның ішінде Gaon музыкалық чартында 2-ші орынға шыққан Сураның Шарап әні 2017 жылы Melon Music Awards марапатында үздік R&B жүлдесін жеңіп алған. Оңтүстік Кореяның Тэгу қаласында дүниеге келген. Екі ұлдың кішісі, ол Тэджон бастауыш мектебінде, Гванном орта мектебінде және Апгужон орта мектебінде оқыды. Ол Юхён Мин руынан. 2019 жылдың наурыз айында жаһандық кибер университетін хабар тарату және ойын-сауық мамандығы бойынша бітіргеннен кейін, ол Ханьян кибер университетінің жарнама және медиа саласындағы іскерлік әкімшілендіру магистрі бағдарламасына оқуға түсті. Suga рэпке Stony Skunk'тың Ragamuffin әнін естігеннен кейін қызығушылық танытты. Бұл оның бұрын естіген нәрселерден ерекше екенін айтты. Epic High дегенді естігеннен кейін ол рэпер болуды шешті. 13 жасында ол музыкалық мәтінді жаза бастады және MIDI туралы білді. Ол 17 жасында дыбыс жазу студиясында толық емес жұмыс күнімен жұмыс істеді. Сол уақыттан бастап ол музыка жазуды және өңдеуді, рэп айтуды және орындауды бастады. Қол қойылғанға дейін ол Gloss атымен андерграунд рэпер ретінде белсенді болды. 2010 жылы D-Town хип-хоп тобының құрамында ол Кванжу көтерілісін еске түсіретін 518-62 әнін шығарды. 2018 жылы Suga 3,4 миллиард вонға немесе 3,9 миллион ақш долларына пәтер сатып алды және 2019 жылы Ханнам-донгта, Сеулде, оңтүстік Кореяда тұрады. Бойы 174 см. Назарларыңызға рахмет.